Спорттық жекпе-жек және күш қолданылатын спорт түрлері конфедерациясы құрылғалы бері халықаралық сайыстарда қазақ спортшыларының көрсеткіші жоғарылады. Жуырда Инчхонда өткен 17-ші жазғы Азия ойындарында Қазақстан құрамасы 84 медаль олжалап, командалық есепте 4-ші орыннан көрінуі осыған дәлел. Бүгін аталған қауымдастық құрамына кіретін бокс, күрес, дзюдо, таэквондо және ауыр атлетика спорты бойынша жеңімпаз және жүлдегер атанған ұл-қыздарды конфедерация төрағасы Тимур Құлыбаев құттықтап сыйлықтарды табыстады. Сондай-ақ бапкерлік құрамға да сый-сияпат көрсетілді. Оңтүстік Кореядағы құрлықтық бәсекеде үздіктер қатарынан көріне білген ұлттық құрама мүшелері өз кезегінде алдағы уақытта да байрақты бәсекелерде топ жаруға уәде етті. Азия ойында ең басты қарсыласым Иран балуаны болды. Иран балуаны әлем чемпионатында сол жерде ұтылған едім, осы неде ұттым Азия ойындарында. Енді әр схватка өз несімен қиыншылығымен болды. Тренерларыма айтамын, өстіп маған сеніп осындай табыстағандарына халқыма көп рахмет. Біз әрдайым осы жарыстан кейін бізді жинайды, марапаттайды, бізде көмектеседі, мысалы қолдау көрсетеді, неше түрлі формаларды береді. Біз өте қуаныштымыз.